Құрметті талапкер, сіздің өміріңіздегі ең маңызды шешім қабылдау, кәсіпті таңдау сәті келді. Орал қаласы жоғарғы аграрлық техникалық колледжі салалық технологиялар бөлімінде аграрлық, техникалық, экономикалық бағыттарда мамандықтарға оқытылады. Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету, жаңа заманауи технологияларды пайдалана алатын инновациялық өзгерістерді игеріп, үнемі дамуға тырысатын. Қазіргі таңда сұранысқа ие кәсіп түрі. Сіз бұл мамандықты таңдай отырып, болашақта цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында білгір қызметкер атанып, оқытушылықтан бастап бағдарламашы, IT маманы және ірі компаниялардың дербес компьютерлерін игеруші бола аласыз. Жер реформаларының жаңа толқынында жоғары сұранысқа ие кәсіп түрі жерге орналастыру мамандығы. Осы мамандық иесі атана отырып, сіз Қазақстан Республикасы жер ресурстарын басқару комитетіне қарасты барлық деңгейдегі жер қатынастары басқармалары мен білім бөлімдерінде, сәулет және қала құрылысы басқармасында жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстарды жүргізуге лицензиясы бар жеке кәсіпорындарда, сондай-ақ халыққа қызмет көрсету орталығында білікті мамандар қатарына өте аласыз. Мен жоғары аграрлық техникалық колледжінің жерге орналастыру мамандығы бойынша 4-ші курс студентімін. Бұл мамандыққа 9-шы сыныптан кейін келген болатынмын. 3-ші курстан бастап біздің мамандығымыз бойынша түрлі оқу практикалары өткізілді. Бұл практика кезінде біз колледж айналасында арнайы геодезиялық аспаптармен жұмысландық. Егер сіз мамандық таңдау барысында ойланып жүрген болсаңыз, жерге орналастыру мамандығын таңдауға кеңес беремін. Сіз ветеринария мамандығын таңдай отырып, жануарларды емдеу және алдын алу шараларын ұйымдастыру, жануар өнімдерін сараптау және азық сапасын қадағалауда жүзеге асырасыз. Сондай-ақ облыстық, аудандық және қалалық ветеринариялық станцияларда, жеке қожалықтарда, ветеринариялық клиникаларда және агроөнеркәсіп кешендерінде қызмет жасауға мүмкіндік аласыз. Меня зовут Вера Александровна Коробкова. Вот уже 35 лет я преподаю в Высшем аграрно-техническом колледже. Это государственное учебное заведение, одно из старейших в стране, которое ведет свою историю с 1933 года. Я горжусь тем, что работаю в этом прекрасном заведении, и всех выпускников приглашаю поступать к нам в Высший аграрно-технический колледж. Здесь вы получите прочные знания, станете настоящими специалистами и будете работать в разных отраслях экономики Казахстана. Есеп және аудит саласы бұл ең танымал экономикалық мамандық. Сіз бұл мамандықты игере отырып, сіз салық инспекциясы, зейнетақы қорлары, сақтандыру ұйымдары, мемлекеттік ұйымдар мен жеке компаниялар, сондай-ақ ең беделді банктердің есігін именбей аша аласыз. Меня зовут Катя Лобакова. В прошлом году я поступила в Высший аграрно-технический колледж и учусь по специальности учет и аудит. За время учебы я ни разу не пожалела, что поступила именно в этот колледж. Нам преподают профессиональные, опытные педагоги, которые обладают огромными знаниями и доносят их до каждого учащегося. В колледже есть все необходимое для современной учебы. Это просторные аудитории, профильные кабинеты по дисциплинам, компьютерные классы. Здесь очень комфортно учиться. Я приглашаю выпускников школ в Высший аграрно-технический колледж. Приходите к нам, и вы не пожалеете. Құрметті талапкер, салалық технологиялар бөліміндегі оқу кезеңі сіздің санаңызда сапалы білім мен қызықты кездесулермен жаңғырып, сонымен бірге әр адамның өмірінде ең жақсы жылдардан, студенттік шақтан жарқын әсер қалдырады. Біз сізді салалық технологиялар бөлімінің мамандықтарын игеріп, еңбек майданына қажетті кәсіби маман болуға шақырамыз. Бізге кел, біздің қатарымызға қосыл.